Мырншылс компаниясын таңдауымның үшінші себебі ол компанияның маркетингі. Бұрын біздерде бинарный маркетинг болды. Бинарный маркетинг дегеніміз не? Мысалға, мына жерге сіз тіркелдіңіз, сіздің екі командаңыз болады. Сіздің командаңыздың артына кісілер тіркеле береді. Енді мына жерде сіз жұмыс жасамай даже, мына артыңыздағы адамдар жұмыс жасай беретін болса да, сізге ақша түсе беретін болды. Ол ешқандай халал маркетингке жатпайды. Енді компания шешім қабылдады, халал маркетинг жасаймыз деп. Оған ислам қаржысының үстінен басқаратын адамдар келіп қарап кетті компанияны. Бүкіл өнімдердің барлығын тексеріп жатыр. Өнімдердің шикізат құрамынан бастап, ол қалай капсулаға енеді, капсулалар халал ма, ішіндегі өнімдері халал ма, соның барлығын тексереді екен. Ол тексерістің бәрінен өтті. Және мына Турциядан, сосын мұсылман елдерінен және біздің Қазақстандағы діни мұсылмандар басқармасынан да барлығынан тексеріп, сертификат бұйырса алады. Ол не үшін керек бізге? Ертеңгі күні біздер мұсылман мемлекеттеріне кіретін болсақ та, біздің халал маркетингіміз болғаны жақсы. Біздің СНГ-да вообще халал маркетингі бар, желілік маркетинг компаниясы жоқ екен. Мына Сингапурда, сосын Малайзияда бар екен ондай желілік маркетинг компаниялары. Бізде Қазақстанда, мына СНГ-да ондай желілік маркетинг компаниялары жоқ екен. Біздің компания ең бірінші компания болайын деп тұр. Халал маркетингі бар. Бірінші компания болайын деп тұр біздің компания. Сондықтан да мына орамалдағы, мына намаз жолында, дін жолында жүрген адамдар спокойно біздің компанияға келіп жұмыс жасасаңыздар болады. Өйткені бұл жердегі маркетингтің өзі халал. Мынандай жаңағыдай сіз жұмыс жасасаңыз да, жасамасаңыз да сізге табыс түсіп жатады деген жоқ. Табысыңызды адалынан табасыз, адалынан аласыз. Сондықтан да қазір документтердің барлығын мына жерге көрсетіп жазып кетемін. Егер жаңа документтер шыққан болса, егер документтер әлі шықпаған болса, онда алдағы уақытта посттарына белгілеп салатын боламын. Осындай маркетингіміз бар. Командаға қосылам деген кісілер болса, астына команда сөзін жазсаңыздар, сіздерге толық ақпарат берем. Әлемдегі ең мықты адам, ислам қаржылығының ең бірінші әлемдегі адамы. Бұл кісі Абдул Бари деген үлкен ғалым, қаржы ғалымы. Бұл кісі өзі сырша азаматы, Америка құрама штаттарының азаматы, бірақ ислам әлеміндегі ең бірінші ғалым адам. Қазіргі таңда барлық араб мемлекеттері, ол 6 араб мемлекеті, және де Малайзия, Индонезия, барлық ислам әлеміндегі ислам мемлекеттерінің барлығындағы ең бірінші ғалым болып табылады. 1990 жылдан бастап жұмыс жасайтын Ларива деген компанияның төрағасы, және де Америкадағы 3 ұлттық банктың ең басты төрағасы болып табылады, және де Малайзиядағы шариатский финансовый бордтың ең басты төрағасы болып табылады. Эмираттағы ең бірінші ғалым, былай айтқанда, қаржы ғалымы. Мынау біздің Саудия, Абу-Даби қызыл кілем жайып алатын адамдардың бірі бұл кісі. Қазіргі таңда осы кісімен біз жұмыс жасап жатырмыз, уже 3 күн болды. Алда 2 күн тағы жұмыс жасайтын боламыз. Компанияның ішкі жұмыстарымен, барлық процестермен таныстырып жатырмыз. Кеше сөз арасында былай айтып қалып жатыр: ертеден бұндай ұсыныстар бізге келген, MLM бизнесін халал деп қабылдасын деп бізге ұсыныстар жасалған. Бірақ біз тарихқа және де бүкіл фатваға, шариатта жазылған бүкіл жазбаларға қайшы келмейді деп бұндайға кіріспегенбіз. Қазір біз вызов алып жатырмыз өзімізге. Тарихта болмаған әрекетті істейін деп жатырмыз. Сіздер Орта Азиядағы ең бірінші компания боласыңдар деп айтып отыр.